Вы объясните, кто на связи находится? Сейчас на связи у нас отец ребенка Сердалиев Жомарт. Ассаламу алейкум, сәлеметсіздер ме? Менің есімім Жомарт болады. Осы 7 ай болып келе алмадым. Ресейде болып 2 айдан астам уақыт жұмыс істеп, ақшамды алмаған соң, қызыма киім ештеңе алып бере алмаған соң, жаныма батқаннан кейін келе алмадым. Мен өзім тірі жетіммін. Әке шешем шүкір тірі. Бірақ әке шешемді бір дастархан басында көрген емеспін. Әке шешесіз өскенді мен білем. Сол себепті қызымды өзім алғым келеді. Барлық жағдай жасаймын. Тараз қаласында үй бар, әкемнің атында. Мана Солнечный кентіндегі үйді әжем сатайын деп жатыр, ол үйді маған берейін деп жатыр. Егер керек болса дейді. Мен қызым үшін бәрін істеймін. Мен де Тараз қаласына барамын. Болды, ешқайда Тараз қаласынан шықпаймын. Тараз қаласында жұмыс істеймін. Сол. Вопросы есть? Жоқ, сен онда өзіңнің қайда тұратыныңа белгісіз болса. Жоқ, белгісіз. Баланы қалай асырайсың? Кім асырайды? Белгісіз емес. Жоқ, баланы кім бағады? 7 айлық баланы кім бағады? Менің папамның жеңгесі мен ағасы. Сол үйде тұрамыз. Қазіргі папамның үйі, сол кісілер тұрып жатыр папамның үйінде. Папам андай жас кезінен бастап көп болған жоқ та жанымда. Анам екеуі бір жасында ма ажырасып кеткен. Бір жасқа ма, бір жасқа жетпей ма. Ол сен 7 ай бойы жоқ болған кісі енді вдруг деп қалай алды? Сіз еще оның аяғы ауыр кезінде де өміріне араласпапсыз. Неге әжесіне бермеске? Осы күнге дейін ол баланы қарап отыр. Мына кісі қарап отыр ол осында. Үйі бар, кісінің жұмысы бар. Мен ешкімге жала жапқым келмейді. Бірақ бұлай не істесем, мені жақсы көрмейді. Мені жақсы көрмеген адам менің қызымды қалай жақсы көреді. Себебі ол өзінің қызынан туып отыр. Менің көзімді қайтарып бер. Сіз өзіңіз емес пе, өзіңіздің үйіңізде сондай жағдай болған? Мен емес қой күнә. Сен неге сол күні келдің? Сен 2 рет келдің, мен 1 ретінде басып алдым ол қызды, бастырдым, успокоиттым. Екіншіден мен ете алмадым. Мен айырып қалдым 5 минуттың ішінде. Мені кінәладыңыздар да келді, Жомарт келді. 7 ай қайда болдың, 7 ай? Сен 7 ай миын қақтың ғой ол қыздың. Ішінде бәрі, ішінде кетті, айта алмадың. Мен арылғанымда ештеңе деген жоқпын. Сен 2 рет келдің, неге смес әкелмедің? Неге памперс әкелмедің? Сен давайдықтайсың ол қызды. Жоқ, қателесесіз. Шыны керек. Қайда бұл? Мен сен ұрыстың ба? Сен маған қызымды әкеп бергеннен мен саған ұрыстым ба? Мен осы уақытта... Мен саған үндеген жоқ. Мен 7 айға дейін, 4 айға дейін ровно біз тостық сен келетін шақ қайтып келіп, мен қосайын деп. 4 ай тостым. 4 айдан кейін біз әлеметке, қызым айтып, мама әлеметке береш деді. Бере қой дедім. Разводқа береш деді. Я говорю, бер. Бер дедім. Қызым өзі шешті бұның бәрін. Мен біреуіне де араласқан жоқ ол қыздың есіне. 4 ай қиналып жатты сені тосып. А сен сол 4 айдың ішінде 13 миллионға қызыңды сол күні қайтып келіп, 2-ші күні барып Астанадан 13 миллионға машина оформлеттады. Мен сіздерге сол кезде де айттым ғой, машина. Сол кезде. Дұрыс па? Бәрі Аяғың туған кезде сендер зайым алғансыңдар Аружанның атынан. Оны төлемеген, бұлдан сұрайды, ақша жоқ, 1 тиыным жоқ деп. Сен солай жауап бергенсің Аружанға. Мен бар кредит алып, соның несі 145 мыңын мен жауап бердім. Сұрады ғой сенден ақша. Сен жоқ дедің, көк тиыным жоқ дедің, 1 тиыным жоқ деп айттың. Сен неге мен қызымды әкеп тастайсың да? Сен 2-ші күні ма, 3-ші күні барып 13 миллионға машина оформлеттейсің. Сен қазір қалай соны айтшы? Қалай не істемексің? Туысқан сабыр етіңіз, сізді кішкене артыңыз жоқ. Мен даусым сол. Алланың атымен ант етейін.
машина деп жатыр, машина бірінші сұрағына жауап берген. Жоралар айтты ғой Енді- саған, машинаны қоя тұр. Енді сол бір аптаның ішінде болған жағдай. Сіздер келген кезде, бәріміз дастархан басында отырған кезде мен айтқанмын. Алла жазса, понедельник Астанаға барып, Астана қаласына барып, машина көремін. Сен әйелің келіп қалды, сен Енді қайғы жоқ. жүрсің ғой, сен машина алатындай уақыт болмау керек қой. Сендер ажырасып жатсыңдар, сендер ұрысып кетіп жатсыңдар. Сен на третий день барып машина алдың. Мен понимаю, сол күні баланы шығардық бұның үйіне. Сонда ол тарсақа басында айтты, машина аламын деп. Енді әйеліңмен ажырасып жатсың, сен бардың да екінші күні ме, үшінші күні машина алатсың. Қызың үйде бала. Аружан кететін кезде Қырқынан мен не бірдеңе шығарды? дедім ба? Аружан кететін кезде мен бірдеңе дедім ба? Сен Сіз болсаң- өзіңіз